Өр өлкенің өздері өз жұмысын жалғастырады. Көрермен, ассалаумағалейкум. Елге қызмет эфирде. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы медициналық қызметтің сапасын арттыру басым бағыт деп аталады. Ал студия қонағы Маңғыстау облысы денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Дүйсенбаева Бибизада Ашымқызы. Бибизада Ашымқызы, қош көрдік. Енді сұрақ бізден болсын, жауап сізден болсын. Бастайық. Енді сіздің міндет елге қызмет екенін білеміз. Жалпы мемлекеттік қызмет ол енді ауқымы үлкен тақырып, десе де соның ішінде мына денсаулық сақтау саласы ол өзекті бір қазіргі таңдағы екі тақырып болса, соның бірі деп айтуға болады. Неге десеңіз, енді соңғы мына пандемия жағдайы көрсету әлемде қалай болып жатқанын, бір елдер дайын болмай қалды. Жалпы мына медицина саласына кез келген мемлекет барынша күш жігерін жұмсап жатыр. Оны дамыту үшін, жалпы медициналық туризмді дамыту үшін, әсіресе мына біздің азаматтардың шетел асып кетпей, өзімізде сол сапалы медициналық қызмет алу үшін. Айтып өтіңізші, жалпы Маңғыстау өңірінде медицина саласы қалай өзі? Ауыз толтырып айтарлықтай жаңалықтарыңыз бар ма? Саламатсыздар. Иә, мынау енді Маңғыстау облысының денсаулық сақтау саласына келетін болсақ, жалпы жаңа өзіңіз айтып кеткендей, осы медицина саласы күн тәртібінде екі мәселенің бірі десеңіз, ол даже бірінші орында тұрады. Өйткені денсаулық мәселесі ол бірінші орында тұру керек. Жалпы қазір біз Қазақстанда алып келетін болсақ, денсаулық сақтау саласына бөлінетін жаңағы қаражат, осы біз айтамыз, ол көлемі біздің жаңағы тұтынушылар жаңағы корзинасына байланысты 3,6% құраса, соны негізі 25 жылға дейін 5%-ға көбейту. Яғни барынша жаңа қолжетімділігін көбейту алға қойылып отқан мақсат. Ал енді денсаулық сақтау саласына Маңғыстаудың келетін болсақ, енді ол әр өзіңізге белгілі сала өзінің индикаторлық көрсеткіштері бар. Яғни ол бірінші біздің көрсеткішіміз жалпы өлім жітімдік жаңағы көрсеткіштері, сосын екінші көрсеткішіміз ол біздің туу көрсеткішіміз. Содан кейін ана мен бала қазіргі таңда өзіңіз білесіз, осындай көрсеткіштер бізге қандай жағдайда қазір дейтін болсақ, енді былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы жылы бізде жалпы өлім жітім көрсеткіші төмен. Енді өйткені бір жағынан енді алдағы жаңағы кеше өзіңіз айтып кеткен пандемия кезінде өлім жітімнің жоғары болуына салыстырмалы түрде биыл төмендеп болуы мүмкін, бірақ енді келесі 23 жыл нақты өздерінің нелерін көрсететін болар деген. Баяғы қалпына түседі дейсіз ғой? Иә, нақты көреміз ғой бұрынғыдай. Иә, бұрынғыдай. Соңғы 3 жылды есептемегенде. Иә, қазіргі таңда біз осы биылғы жылы әрине біраз көрсеткіштер бойынша төмен көрсетіп тұрмыз. Мысалы 4,2 мысалда, вот қазіргі көрсеткіш тіптен де республикада жетті. Біздің сонда медициналық осыншама қарсы дамып келе жатқанын тағы да айтып кететінім, жаңа былтырғы жылғы жаңағы өлім жітімнің жоғарылығы мен салыстырмалы төмендеуіне байланысты. Мысалы былтырғы біз жаңа өзіңіз айтып кеткендей, мынандай үлкен пандемияға дайын болмау жаңағы қаншалықты сол бізге көрсеткен кездегі көрсеткіштер былтырғы жоғарғы, енді соған байланысты енді әрине бір жылдың ішінде біз көп нәрсені үйрендік. Тіптен іріктеу, жаңа сортировка мәселелерін жолға қою дегенде қаншалықты бір сын айтылғанмен бұл жолға қойылғанның негізгі осы көрсеткіштер көрсетті, қаншалықты бір айтқан күнде де. Енді жалпы тағы да бір осы өлім жітімдікке тікелей әсер ететін ол әрине туу, яғни туу көрсеткіші. Туу көрсеткіші бұл Маңғыстау облысында басқа облыстарға қарағанда ең бірінші орында отырмыз. Мысалы бізге айтады, мысалы Түркістан, Шымкент деген қалалар, олар күніне мысалы 5,000 бала айына 5,000 бала туып жатырсыздар деген мынандай бала. Жоқ, оған байланысты емес. Жалпы үлесіне байланысты удельный вес жаңағы жалпы халықтың ішіндегі бала туылғандар. Мысалы, сондай біз мөлшерін қарасақ, сондай үлестік мөлшерін қарасақ, бізде 29 көрсеткішіміз. Республикада ол 12. Жаңа айтып отырған Түркістанда ол 20 мысалы да. Соған қарағанда әрине біз Маңғыстау туу көрсеткіші бойынша жалпы бірінші орында тұрмыз республикада. Сондықтан бұл біздің бір қарқынды дамып келе жатқан облыс екендігімізді көрсетеді, және ол әрине біздің өлім көрсеткішімізді жаңа төмен көрсеткішті ұстап тұратын буфер. Түсінікті. Енді басқарма қандай қызмет түрлерін көрсетеді? Санын айтсаңыз, және де жыл басынан бері кейбір статистика көз жүгіртейік, қанша қызмет түрлерін көрсетіп үлгердіңіздер? Енді қазіргі таңда біз осы денсаулық сақтау саласында 19
түрі бар көрсететін. Енді медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсету бойынша қабылдау жүргізу, дәрігерге қабылдауға жазылу, үйге шақыру деген, анықтама беру деген сияқты, еңбекке жарамсыздық парағы беру. Көп айта берсек, стационарлық выпискасын алу, үзінділер алу деген. Мысалы, тіптен де біз қазіргі таңда бұрын біз онымен айналыспайтын трансплантациялау жасау, мысалы, әрде бір мүшелерді беру үшін осы мемлекеттік қызмет түріне жатқызылған қазір. Ол да осы бірі болып табылады. Сосын жедел медициналық көмек шақыру деген сияқты, пациенттерге емдеуге жатқызуға жолдама беру деген сияқты, өздеріңіз күнделікті көріп жүрген неден осындай біз 19 түрін көрсетеміз. Енді маңыздыларының бір айтып кеткеннің бірі тегін медициналық көмек көрсету шегіндегі нені алу халық тарапынан да, тұрғындар тарапынан. Сосын кейбір арнайы медициналық қолжетімділік, фтизиопульмонология дейміз, мысалы, туберкулезбен ауруға, наркологиялық деп атаймыз да, қызметтің. Міне осындай қызмет түрлерін көрсете аламыз біз. Сосын енді көлікті жүргізуге берілетін бізден аластар өздеріңіз білесіз, анықтама беру, немесе санаторлық курорттық емделуге де мысалы жолдама беру осы біздің мемлекеттік қызмет түріне жатады. Енді мына көрсететін мемлекеттік қызмет түрлерінің барлығы электронды форматта жүргізіледі ме, әлде де қағазбастылық бар ма баяғыша? Енді бізде өздеріңіз білесіздер, ЕГОВтан барлық неде шығып тұру үшін интеграциялау мәселесі осы жалпы үкіметтің алдына қойылып отырған 25 жылға дейінгі өткізу. Енді ол біз ішінара жүргізіліп жатқанға байланысты, сіздер мысалы электронды қазірден мысалы наркологиялық алуға ала аласыз да, бізде осы қойылған анықтаманы ала аласыз. Психиатриядан да, фтизиатриядан ала аласыз. Міне осы, сосын қызметтік осы айтып кеткен толық деп айтсаңыз болады. Оны біз қағазда емес, бірақ 19-ның 16-сы әлде болса да ішінара қағаз түрінде де неде. Ол мысалы біздегі жұмыспен қамту, білім басқармасы негізгі көрсетілетін интеграциялау процестерінің баяулығына байланысты. Егер осы жолға қойылса, не тарапынан, онда әрине бізде бір үлкен неге құйылып, біздекіне автоматтандыру жөнінде қойылады. Түсінікті. Енді мына денсаулық сақтау министрінің өзінің бұйрығы бар, тапсырмасы бар. Яғни медициналық ұйымдар барлығы тиімді қызмет көрсету керек. Яғни мемлекеттік немесе жекеменшік деген болмау керек. Халықта таңдау құқығы берілген. Кім қай емханада тіркеледі, қай емханада құқы, ем алуына құқы бар. Яғни бір шағын ауданның, шеткі шағын ауданның, жоғары шағын ауданның медициналық ұйымына барып тіркелуге оған, яғни заңмен шектеу жоқ. Енді мынаны айтыңызшы, бір кездері есімізде білеміз, талай көзімізде көрді, ұзын сонар кезек болатын мемлекеттік әсіресе емханаларда ұрыс керіс болып жатады, талас болып жатады кезекпен кіріп, немесе осы күнгіден мына электронды кезек деген мәселесі тағы да шешілген жоқ. Сөйтіп осының бәрін шешу үшін, яғни шағын және орта бизнесті дамыту керек деп, яғни кейбір функцияны медициналық ұйымдарға беріп, министрліктің бұйрығын қатаң бақылаумен осындай жеке клиникаларды көбейту. Оның жемісі қалай болып жатыр бізде? Енді сөзіңіздің дұрыс, сұрағыңыз өте орынды. Осы неде жалпы медициналық көмектің тіркелуге байланысты айтатын болсақ, негізі халықтың таңдауы әрине тегін қолжетімділігі қамтамасыз еткісі келеді. Сондықтан біз жеке шектеулі серіктестікпен ашылған неге мемлекеттік тапсырыс бере алатынды қазір қойдық. Осы бізде қазір 31 не болатын болса, емхана бар қазіргі таңда жұмыс жасап тұрған. Оның мысалы 16-сы ғана мемлекеттікте, қалғанның бәрі жеке. Ал сол 31-ның ішіндегі біз 19-на айтып отырған не беріп отырмыз? Мемлекеттік тапсырыс беріп отырмыз. Және енді... Бірақ бұлардың ішінде мемлекеттік тапсырыс алмайтындар да бар шығар? Мемлекеттік тапсырысты алмайтындар бар. Олар мысалы 60-тан жоғары болса, біз тек қана 19-на беріп отырмыз. Оны алу үшін сіздер Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігімен бекітілген критерияларға сәйкес келуіңіз керек. Көбінен сәйкестендіруіңіз керек. Мысалы біз биылғы жылы осындай мемлекеттік нені қысқарта аламыз. Ол үшін мен айтып кеткен индикаторлық көрсеткіштеріміз бар ғой. Мысалы, ана өлімі, сәби өлімі деген сияқты көрсеткіштеріміз егер бізде
төмен болса, біз оларға келесі жолы сапасына байланысты біз оларға береміз. А егер оған еге боламай жағдайында біз олардан әрине аламыз. Біз кейбір нелерді біз мониторинг жасап отырмыз. Ертең жылдың соңында біз осы қараймыз. Енді кеше 9 айлық не бойынша, мысалы, біз кейбір медициналық ұйымдарға ескерту бердік. Мысалы, жаңағы не деген нейрон, мысалы, Ясин деген жекешелігі шектеулі серіктестікте, мысалы, балалар өлім жітімдігі жаңағы былтырға қарағанда не болып тұр, жоғары болып тұр. Или олар жаңағы өзіне міндеттеме береді бізге қысқа мерзімді да, мысалы, біз алғашқы кварталда немесе жылдың жарты жылдығына дейін осындай қорғайды. Өйткені қазір ешқандай мемлекет сізден бірден алып қоюға құқысы жоқ, бірақ осындай сондай біз не бере аламыз. Міне сол арқылы осындай мониторинг жасап отырады біздің тарапымыздан. Түсінікті. Енді мына санаторий, курорттық ем-дом медициналық ұйымдары туралы бір сөз қозғаңызшы. Көбіне жаңағыдай олар Көкшетауға қарай сұранады, Барауайға, немесе Алматыда, немесе Қызылорда өңіріне. Бізде осы жиі айтылып жүрді, неге өзіміздің осы Маңғыстауда әлі күнге сол мәселе шешілмеген? Неге адамдар алысқа жаңағыдай кезек күту керек? Ол кезек келіп болмайды. Өзің бір рұқсаттама алу процедуралары ұзақ деп жатады. Осы туралы не айтасыз? Енді жаңағы неге байланысты жалпы санаторлық курорттық емді қалыптастыру бойынша негізі Ақтау қаласы бұл более жаңа өзіңіздің айтқан басында сөзіңіздің жаны бар. Біз туризмге көбіне соған бет қойған осындай бір облыстарға жатамыз, және ол бізге жақсы табыс көзінің бірі болып та табылады. Сондықтан қазір санаторлық курорт емді жаңағы жіберу басқа облыстарға бізде шынымен-ақ қазіргі таңда біз көп нелерге ұсыныс беріп отырсақ та. Өйткені сұраныс бар. Өйткені тыныс алу жүйесінің ауруларына Көкшетауға барғысы келеді. Мысалы, ас қорыту жүйесінің ауруларына жаңағы өзіңіз білетіндей мына Шымкенттегі Сарыағаш, Манкент, жаңағы не деген Жаркент деген сияқты сол жердегі асқазандарын жуғысы келеді деген сияқты осындай сұранысқа байланысты біз неміз. Ал егер біз медициналық туризмді дамытатын болсақ, жаңағы ол медициналық туризм өздігінше бір дамымайды. Ол үшін бірінші кәсіпорын даму керек. Бірақ енді біз осындай бір үлкен істің алдында тұрмыз деп өзімізде предварительно ойлап отырмыз, алдын ала да. Өйткені келесі жылдан бастап білесіздер, үлкен жоспар бар осы облыстың, және біз соның әрине бір бөлігі ол біздің медицина саласының болады. Енді мына ел аузында мынандай әңгіме бар. Жаңа жеке клиникалар денсаулық сақтау басқармасына бағынбайды, себебі олар жаңағыдай шағын және орта бизнес субъекті болып есептеледі. Ал президенттің жаңа мораторийі бар, яғни шағын және орта бизнес субъектін тексеруге тыйым салу жөнінде. Және де ол биыл ұзартылғанын білесіздер. Ол жағы қалай? Мәселен, тұрғындар, мен оны не үшін айтып отырмын? Мысалы, әлеуметтік желілерде көретін болсақ, денсаулық сақтау басқармасы ешқандай әрекет етпейді. Себебі олар шағын және бизнес, оның артында жаңағыдай былайша айтқанда олигархтар тұр, үлкен кәсіпкерлер тұр. Олар былайша айтқанда денсаулық сақтау басқармасын пысқырмайды, және де олардың басшыларына ешқандай шара қолдана алмайды дейді. Бұл қаншалықты рас? Шынында да сіздер сонда ешқандай әрекет ете алмайсыздар ма? Адамдардың құқықтарын қорғау үшін, немесе ана басшысының орнынан алып тастау деген сияқты. Болады ғой кейбір басшылар мысалға бір. Дұрыс айтасыз. Иә, басшысының орнын алып тастауға ондай құқық берілмеген облыстық денсаулық сақтау басқармасына. Бірақ жаңағы шағымдарды не қылу, ол халықтардың арасында шынымен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да жаңағы сондай түсіндірмелік жұмыстар жүргізу керек. Өйткені біздің осы облысымызда үлкен-үлкен 2 департамент бар. Бір департамент ол медициналық көмектің сапасын бақылау департаменті. Яғни соған жүгіну. Мысалы, қандай да сіз жаңағы сапасына, несіне, бұрын олардың бәрі облыстық денсаулық сақтау басқармасына қарасты болатын. Ол советтік жүйе кезіндегі қалыптасқан солай. Яғни ескілікті жаңағы көзқарастағылар негіз сол немен қалыптасқан. Ал қазіргі жаңағы өркениетті елдің несімен олар департаменттерге, олардың жаңағы акты болады. Тексерілгеннен кейін сізге ол 2 түрлі береді. Егер орынды болса, орынды, орынсыз болса, сіз орынсыз деп сізге қолыңызға беріледі. Ол үшін яғни мен жекеменшік клиникамен менің ойыма келген істеймін деген болмайды дейсіз. Болмайды, өйткені сізге департамент сізден түсті. Яғни олар тексеруге құқылы бар. Тексеруге құқылы бар. Жаңа просто бізде халықтар арасында әлде түсініксіз. Барлығы сол денсаулық сақтау басқармасына солай барып не қылу. Денсаулық сақтау басқармасы жаңағы мынау айтып отқан департаменттер, олар республикалық
нелердің филиалдары отырған. Олар яғни облыстың төбесінен қарайтын, былайынша айтқанда, жалпақ тілмен айтқан кезде, яғни олардың ұсыныстарын орындайтын ол міндеті денсаулық сақтау басқармасының. Енді сұрамай кетуге болмайтын шығар. Мына пандемия әлі кері шегінген жоқ. Әр елде әртүрлі болып жатыр. Бір елде ол күшейіп жатыр, бір елде керісінше басылып жатыр. Біздегі жалпы эпидемиологиялық жағдай қалай? Енді мен күнделікті қарап отырмыз, енді бүгінге 11 жағдай болып тұр, мысалы да, тіркелген. Кеше мысалы біз 3-4-еуден, 1-2-еуден осылай болып отырсақ, бүгін біз 11 жағдай симптомды түрде, симптомды деген сөз аурудың белгілері бар, және ол аурудың белгілері болғасын біз амбулаториялық деңгейде, енді поликлиникалық деңгейде, бірақ көбінесе стационарлыққа жататын емес, амбулаториялық үй жағдайында емдеуге болатын. Қазір COVID-19, былайынша айтқанда, коронавирустық инфекция, ол жаңағы тұмау сияқты вирустық инфекциялар қатарына еніп келе жатқан ауру. Өйткені сіз оның алдын алуды білесіз, вакцинация уже табылған, яғни сіз қорғануды білесіз, яғни соны қорғануды біле арқылы сіз оны басқара аласыз. Сондықтан бізде қазір жаңағы әр жағдайға қарай біз олай не қыламыз. Бәрібірде қорқып қалған неміз бар, бұйрықтарымызды нақтылап та поликлиникадағы жаңағы біз жылжымалы медициналық пункттер деп бар, үйіне барып не қылуға, өйткені халыққа қорқат үйден оқшаулану керек екенін түсінген да, сондықтан бізде осыларды күшейтіп отырмыз. Яғни қандай жағдай болмасын, жалпы кез келген сценарийға дайын болу керек. Дұрыс қой енді, енді мына айтады ғой, ауру астан деп жатады, иә? Мысалы, дұрыс тамақтану мәселесі әлі күнге дейін ол өзекті болып жатыр. Енді ол туралы қанша роликтер шығып жатыр, қанша мамандар тікелей эфирге шығып жатыр, түсіндіріп жатыр. Мына түрлі ауруды мысалға біз астан табамыз. Енді бұл жерде менде мынандай бір сұрақ, мына денсаулық мектебі деген бір жоба жүзеге асып жатыр. Осы денсаулық мектебінің осы мына дұрыс тамақтану бойынша, жалпы мына аурудың алдын алу бойынша, енді профилактика деп айтамыз ғой. Бұл жерде рөлі қандай? Енді мен бүгін жаңа осы сізге дайындалып келетін кезде де былай қарадым да, енді ол сұранысқа байланысты. Жалпы біздің осы облыста 11 денсаулық мектептері бар. Қазіргі таңда біз сұранысқа қарай ашып отырған. Ол мысалы қан диабетінің, бронхиальды астмаға, артериальды қан қысымының жоғарылығына, ең солардың ішіндегі сұранысқа егесі қазір ең жоғарғы 82 жаңағы несі бар, жаңағы мектеп ашылған, ол бізде жаңағы жас аналар мектебі. Яғни қазіргі таңда жаңа біздің ол немізге байланысты шығар, жаңа туу көрсеткішімізге де байланысты шығар, 82 мектеп осы жас аналар мектебі. Содан кейінгі жаңағы мектепке жаңағы жас аналар болғаннан кейін балалар дамыту кабинеттері 61 олардың саны қазіргі таңда жұмыс жасап тұрған, және осы келесі жаңағы 52 санмен 3-ші орында тұрған ол жанұяны жоспарлау мектептері. Содан кейінгі арғарай уже кете береді. Мысалы, тууға дайындық мектептері бар да, сосын кейін жаңағы артериальды қысымға 23 мектеп мысалы да, осылай жаңағы не қылады. Енді соңғы кезде бір көбейіп келген мектептердің бірі жаңағы мінез-құлық факторларын айқындау, яғни оны түсіну деген мектептердің саны қазір 40. Енді оны көп біреу бермейді, көп біле береді, бірақ поликлиникаларда, қазір емханаларда ондай мектептер бар. Яғни эмоциональды выгорание дейміз ғой, эмоциональды жаңағы бір тығырыққа тіреу кезінде қандай нелер жасауға болады, қандай тесттерден өтуге болады. Яғни жалпы ортада өзін-өзі қалай ұстап жаңағы не. Бұл мектептердің негізі жаңағы өте көп пайдасы бар десе де болады. Мысалы, осы мектепке бармай, мысалы, артериальды жаңа айтып отырмын, қан қысымымен жаңағы не қылатын мектептер бар. Соларға бармай дәрі-дәрмектерді әлі де аптекадан қап алып ішіп жүрген ағайындар бар. Ал сіз сол мектепке баратын болсаңыз, ол кезде сізге қалай оның несін төмендетуді. Мысалы, қант диабеті мектебінде баратындар бар, мысалы, олар екіге бөлінеді. Жаңа дәріге тәуелді және дәріге тәуелсіз. Яғни дәріге тәуелділіктен олар дәріге тәуелсіздікке былай ауыстырады. Бірақ енді көбінесе ол жерде андай немен әңгімемен осылай түсіндіріп айтатын болғаннан кейін бұрынғы неге үйреніп қалған біздің халық әлде де болса бір сөйлеп атырған сөз сияқты қылып не қылады. Жоқ, ол сөйлеп атқан сөз емес, ол сіздің барған кезде өзіңіздің деңгейіңіз тестпен анықтап та, яғни осы не жасау керек. Мысалы, денсаулық мектептеріндегі, мысалы, сіздерге
тамақтану, жаңа сіз айтып кеткендей, столдарды айтады. Мысалы, қант диабеті кезінде сізге қандай столды ұстану керек? Мысалы, 9-шы столды ұстану. Сізде, мысалы, жүрек қан тамырлары жүйесінің ауру болса, 10-шы столды ұстану керек деген сияқты, сіз дәрі-дәрмектің орнына, яғни өзіңіздің бір жүйеге қоясыз. Түсінікті, бастапқы медицина санитарлық көмек, яғни ПМСП деп айтамыз ғой. Осы сала жалпы жиі сынға ұшырап жатады, әсіресе түрлі форумдарға қарайтын болсақ, яғни емханалардағы ұзын сонар мана кезекті айтамыз, немесе дәрігерлердің жетіспеушілігі бар, кадр мәселесі бар. Сол осы мәселеде қалай осы талдау, мониторинг жасалып жатыр ма? Оларды мысалы, енді ол басшыларды жазалай беріп, ол медициналық құрамда қайта-қайта ауыстырғанда мәселе шешілмейді ғой. Жалпы бұл мәселе қашан жөнге келеді? Енді бастапқы медико-санитарлық көмекті жаңа ұйымдастыру ұйымдары болғанда, негізі мединститутта сол айтқан кезде бүйтіп айтатын. Яғни бұл бір өзі ауқымы жетпей тұрған затты құшақтайтын осы емхана деп. Оның функциясы өте көп. Жаңағы профилактикалық тексеру, оған ем беру, емнен кейін үйіне қарап, мысалы сіздің 760 мыңнан халық болса, сол 760 мыңнан аса халықтың жаңа активінде, оның патронажын жасауда осындай бір ауқымы кең. Сондықтан бұл ылғи да сондай бір неде жүретін жаңағы не. Енді бірақ сынның айтатындай бар, әлде болса поликлиникалардың көбісінде мониторинг нәтижесі, сіз айтқандай, біз кеше ғана осы Ақтөбедегі болған, өзіңіз білесіз, ана БЦЖ-ні салып қойып, сондай деген сияқты біз немен шыққан кезде осы прививкаларды салу, жаңа балаларды шақыру деген сияқты. Сондай кезде, мысалы, әлде болса да жаңағы халықты түсіндіру жолдарын, оларды түсіндіріп, соның негізгі вакцинаның несін айтып түсіндіру, және медицина қызметкерлерінің өзінің де әлде де біліктілігінің төмендігіне келіп, арғарай тереңінен келсеңіз, ол кадрлардың постоянно жаңағы орын ауыстыруы, бір жерде тұрақтанбауы деген сияқты осындай мәселелерге келеді. Содан бір туындайтын жағдай, әрине оны қалыпқа келтіру үшін бірыңғай алгоритмге, яғни сырттан келген адам, яғни ол жаңа өзінің келгенде не істеп не қоятынын білу деген сияқты, және сонымен жүру деген сияқты. Бірақ өзіңіз білесіз, ол денсаулық саласы, ол тек қана дененің ғана ауруы емес, ол психологиялық жағдай, оның эмоциясын басқару деген сияқты. Әрине бізде осы жақ. Оған қазіргі таңда бізге тағда медицина саласына үлкен бір немен құйылып келіп жатқан, оның әлеуметтік жағдайында реттеу деген сияқты. Ал ол үлкен осы медицина саласына осы кезге дейін біз тек оны медициналық жаңағы бронхитмен жаңағы тек қана гастритін қойып келсек, диагноз, сізге енді қазір оның әлеуметтік жағдайына да сондай қарастыру деген сияқты не қылып келу, әрине ол үлкен, сондай мен айтар едім, осы БМСК-ға ол үлкен жүктеме. Енді мына жедел жәрдем қызметі қалай болып жатыр? Жалпы жиі сол жерде конфликт орын алып жатады, енді жасырын емес қой. Қазір мысалы әсіресе мына жалақы мәселесі, оны енді мына түсіндіру жұмыстары нәтижесін беріп жатыр ма? Себебі түптеп келгенде мына конфликттің алдын алу үшін, яғни қауесет әңгімелер, мысалы WhatsApp-тан тарайтын мысалға, сол көбіне түсінбестіктен болып жатады деп жатады. Енді оның сіздер енді барасыздар, комиссия құрасыздар, кездесесіздер, айтасыздар, түсіндіресіздер, нәтиже бар ма? Енді әр заттың негізі себебін білсе, ол нәтиже шықпауы мүмкін емес. Енді өзім осы келіп қараған кезде неге шығады? Неге оның жаңағы басқа медицина саласының жаңағы мамандарына қарағанда неге осы жердің жалақысы төмен деген сияқты неге келген кезде ең бірінші себеп болып шыққаны оның орталықтандырылғанда да. Мысалы, бізде жаңа айтып кеткен БМСК, ол да жеке болса да, ол жеке өзінің несі бар, қаражат көзі бар, сол қаражат көзін ол жұмыс жасап отқан жұмысына қарай бөліп беріп, соны басқара алады. Ал біздегі жаңа жедел жәрдем, ол жоғарыдан басқарылатын болған денсаулық сақтау министрлігінен, және ол тарифті ол үлкен республикаға ол тек қана қысқа ғана бере алады. Яғни сондықтан біз ең бірінші кеше министр келіп гинеят келгенде, гинеят қылгенде айттық децентрализация. То есть әр мысалы жаңа өзіңіз айтып кеткен Ақтөбе болсын, мына Қызылорда болсын, Шымкент болсын, Түркістан, Маңғыстау болса да өзіне децентрализация жасап, өзінің жергілікті бюджетіне беріңіз. Ол өзінің корзинасын қарасын.
ол шынымен ақ мына жерде мысалы қазір біз да жергілікті осы әкімшілікке қарайтын мысалы ол 30%-ға 25%-ға биыл тағы да көбейтейін деп отыр. Ол тағы да 300 мыңға 400 мыңға оның несі көбейіпті, ал республикалық жаңа тарифке бағынып отырғаннан кейін олардың несі жалақысы көтерілмейді. Тем более оның ішінде екінші мәселе енді біріншісі жаңа бір тарифке байланғандықтан жергілікті ненің ешқандай несін түсінбегендігінде. Мысалы, біз айтып жатырмыз да, Маңғыстау облысы 84%-ын сырттан сатып алады заттың. Сондықтан бұл жердегі жаңағы несі көп заттың қымбаттылығы басым бұл жерде. Бұл жерде басқа облыстарға қарағанда жоғарғы деген сияқты. Екінші мәселе... Енді келісімге келдіңіз бе? Екінші мәселе жаңағы жүргізушілерде. Жүргізушілер олар медициналық санатына жатпайтын болғандықтан, олар ылғи да көтерілген неден қалып қояды тағы да. Сондықтан мына жүргізуші, яғни денсаулық сақтау саласында болса, шетелде оларды парамедик деп аталады. Олар оқу керек, сертификат тапсыру керек, соған байланысты олар да жаңағы несін алып тұру керек. Яғни осы жүйені өзгертіңіз деген осындай біз жаңағы не бердік, ұсыныс бердік, ол кеше ұсыныс қараймын деді. Егер не қылатын болса, децентрализация болса, біз январдан бастап. Пока енді алғашқы кезде бізде жергілікті бюджеттен қаражат көздерімен не қылып отыр, әкімшілік тарапынан қазір жаңа жұмыс проблеманы шешіп отыр, бірақ ол январдан бастап түбегейлі шешілуі тиіс. Демек, енді күтейік, енді нәтиже болатын шығар, үміт үзбейміз ғой. Негізі себебін көрсетіп бердік, енді оны орындау керек. Бибизат Хашимқызы, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Сізге көп рахмет, келіп, біраз нақты сұрақтарға тұшымды жауап бердіңіз деп ойлаймын. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Енді ойлаймын, бұл енді біздің бірінші және соңғы кездесуіміз емес. Осы хабар болмаса басқа да хабарларда, себебі медицина, сіз өзіңіз дұрыс айттыңыз жаңа хабардың басында, басты байлық ол денсаулық, ал денсаулық ол медицина енді егіз ұғым. Сондықтан да бұл тақырып бұл ешқашанда өшпейтін, өзектілігін жоғалтпайтын тақырып. Әлі талай сұхбаттасамыз деп. Аман болыңыз, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Қадірлі телекөрермендер, осымен елге қызмет хабарының кезекті санын аяқтаймыз. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.